Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі сабақта санды өрнек және әріпті өрнек туралы түсіндіретін боламын. Жалпы өрнек деген не? Жалпы математикалық немесе арифметикалық өрнек деген ол құрамында сандар, әріптер және қосу, азайту, көбейту, бөлу сияқты таңбалармен өрнектелетін өрнек. Мысалы, 2 қосу 3. Бұны өрнек деп айтуға болады. 6 көбейту а. Бұлардың бәрі өрнектер. Кез келген арифметикалық амал орындалады. Енді осы өрнектер 2 түрге бөлінеді. Санды өрнектер және әріпті өрнектер. Санды өрнектің құрамында тек қана сандар мен арифметикалық амалдар болады. Ал әріпті өрнектердің құрамында сан, әріп және арифметикалық амалдардан тұрады. Осы жердегі санды өрнектің мәнін бірденен есептеп табуға болады. Ал әріпті өрнектің мәнін бірденен таба алмаймыз. Оның құрамындағы а немесе белгісіз сан, әріппен белгілеген санды айнымалы деп те атауға болады. Ал оның мәнін табу үшін осы айнымалының мәні белгілі болу керек. Яғни мынау санды өрнек, бұл әріпті өрнек. Енді осының ішіндегі біз әріпті өрнекке тоқталайық. Әуелі ең қарапайым түрін түсініп алайық. Бізге 2 өрнек берген. 2 әріпті өрнек. 3 пен а-ның қосындысы, 10 мен а-ның айырмасы. Енді осы әріпті өрнектердің мәнін табу үшін әріптің орнына мына сандарды қоямыз. Сосын біздің әріпті өрнегіміз санды өрнекке айналады. А-ның орнына әуелі 2-ні қоямыз. Сонда мәні 5-ке тең. А-ның орнына 4-ті қоямыз, мәні 7-ге тең. А-ның орнына 6-ны қоямыз, мәні 9-ға тең. Мінекей әріпті өрнекті санды өрнекке айналдырып, оның мәнін таптық. Келесі айырмаға берілген әріпті өрнектің де мәнін тура солай табамыз. Сонда біздің мына әріпті өрнегіміздің 3 мәні бар екен. Өйткені ол жердегі айнымалының мәні 3 болғандықтан. Мына жерде бізде санды өрнектер берілген. Олардың мәнін бірденен есептеп табуға болады деп жаңа жоғарыда айтқан болатынбыз. Демек, мына әріпті өрнектің мәні 72-ке тең. Мына жерде 6 мен 4-тің қосындысы 10-ға тең. Ары қарай солай шығара береміз. Әуелі жақшаның іші орындалады 30, 34 пен 30-ның айырмасы 4-ке тең. Келесі тапсырмада әріпті өрнек түрінде жазыңдар деген. 65 пен а санының қосындысын әріпті өрнек түрінде жазамыз. 65 пен а санының қосындысы. 16 мен б санының көбейтіндісі. X-тің а-ға бөліндісі. 25 пен с-ның айырмасы. Мінекей әріпті өрнек түрінде жазып шықтық. Енді олардың мәнін табу керек болса, онда бізге әріптің мәні белгілі болу керек. Мына жерде а-ның мәні 5-ке тең дейік. Онда а-ның орнына 5-ті қоямыз да өрнектің мәнін есептеп шығамыз. 65 пен 5-тің қосындысы 70-ке тең. В айнымалының мәні 2-ке тең дейік. Онда в-ның орнына 2-ні қоямыз да 16 мен 2-ның көбейтіндісін табамыз. Ол бізде 32-ке тең болады. Келесі әріпті өрнекте x-тің мәні 18-ге тең болсын, а-ның мәні 9-ға тең болсын. Әріпті өрнекке айналдырамыз. X-тің орнына 18-ді қоямыз, а-ның орнына 9-ды қоямыз, мәні 2-ге тең болады. Мына жерде с-ның мәні 5-ке тең бола қойсын. Сонда 25-тен 5-ті азайтып, с-ның орнына 5-ті қойып әріпті өрнекті санды өрнекке айналдырамыз да, оның мәнін табамыз. Видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Келесі сабақтарды көру үшін қоңыраушаны басып қойыңыз.